Сәлем достар, бүгін біз Супермен атты кітапты тыңдап күшті болудың сырларын үйренетін боламыз. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Тісім ауырмасын десеңіз. Оқу жылының алдында анасы Мансұр мен Айдананың денсаулығын тексерді. Ертең тіс дәрігеріне баратын күн. Барлық бала сияқты Мансұр тіс дәрігеріне барамыз дегенді ести сала бойында қорқыныш пайда болды. Анасына: анашым, тіс дәрігеріне бармай қойса қалай болады? Менің тісім ауырып жүрген жоқ, деді. Мансұр, сен тіс дәрігерінен қорқасың ба? Деді анасы. Мансұр анасының өзін қалай түсініп қойғанына таң қалды. Қорқамын деп айтуға ұялды. Жоқ, қорықпаймын, деді. Ендеше сен өз тісіңді жеңіл көлік деп елестет. Сен көлікке мініп қайда барасың? Мен көлігіммен қаланы аралаймын, ауылдарға барамын. Ал сен көлікте болғанда жаңбыр жауа ма? Иә, кейде жауады. Сол кезде дөңгелектері іші мен сырты былғанады. Ол бұзылса не істейсің? Бұзылса көлік жөндейтін ағаларға барып жөндетемін, деп әкесінен көргенін тізіп айтты. Сол сияқты сен тісіңмен әртүрлі тамақ жегенде ол кірлейді. Сол кезде тісімізді жақсылап тазалату керек. Кейде біз білмейтін аурулар болады. Солардың алдын алу үшін жыл сайын тіс дәрігеріне тексерісінен өту қажет, деді. Анасының айтқандары Мансұрды тіс дәрігеріне деген қорқынышын азайтты. Тісіміз ауырмас үшін жылына бір рет дәрігерге барып тұру керек. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Мансұр мен анасы тіс дәрігерінің қабылдауына келді. Өз кезектерін күтіп отырғанда теледидардан мультфильм көрсетілді. Мультфильмнің бас кейіпкері кешкі асын ішкен соң тісін тазаламастан ұйықтап кетеді. Ол ұйықтап жатқанда тісінің арасындағы тамақ қалдықтары микробтарға айналады. Микробтардың шаштары сабалақ, киімдері жыртық-жыртық, қолдарында шоқпарлары бар еді. Микробтардың қолбасшысы оларды жинап бас кейіпкердің тістерін шабуылдау жоспарын жасайды. Алдымен азу тістерді жаулау керек деген тапсырма береді. Сол кезде микробтар әскері тістің сыртын қоршап тұрған қамалды шоқпармен тесе бастайды. Аз уақыттан кейін тістің қамалын сындырып, микробтар бір тісті, одан кейін келесі тістің қамалын сындырып өз әскерін орналастырды. Қамал алынған тіс зақымдау микробтар үшін оңай болды. Ең соңында олар көптеген тісті қиратып бастайды. Бас кейіпкер ұйқыдан оянғанда тістері ауырып жылайды. Анасы баласын дереу тіс дәрігеріне апарғанда тіс дәрігері оның тістерін жұлуға мәжбүр болады. Мультфильм біткенде анасы: Мансұр, мультфильм кейіпкерінің қатесі неде болды? Деп сұрады. Мансұр: ол кешке тісін тазалап ұйықтағанда аузында микробтар болмайтын еді, деді. Анасы: иә, тісімізді кешке де таңертең де мұқият тазалауымыз қажет. Мультфильмде микробтардың зақымданғаны ол тістің эмалі. Міне сол эмаль зақымдалса, тіс шегі басталады. Ал тіс шегінің уақытында емдемесе, тісті алып тастауға тура келеді, деді. Мультфильмдегі микробтар Мансұрдың есінде жақсы сақталды. Бір күні өз тісінің де ауырғанын қаламады. Тісті тазалап жууды маңызын түсінді. Тіс дәрігерінің қабылдауында болғанда Мансұрдың тістерін әртүрлі құралдармен тексеріп емдеді. Ультрадыбыспен тазалап, ең соңында фтор жақты. Кетер кезде Мансұр анасы дәрігерге алғыс айтты. Дәрігер: Мансұр, сенің тістеріңде айтарлықтай кемшіліктер жоқ.
Егер сен менің кеңестерімді орындасаң, сенде тіс жегі болмайды. Тіс жегінің не екенін білесің бе? Деп сұрады Мансұр. Иә, мультфильмнен көрдім, деді. Дәрігер қолына тістің макетін ұстап көрсетті. Сенің тісің 4 бөліктен тұрады. Оң жағында асты мен үсті, сол жағында асты мен үсті. Тісіңді тазалаған кезде әр бөлікке 1 минуттан барлығы 4 минут бойы тазалауың қажет. Бүгін біз сенің тістеріңді тазалап, содан соң фтор жақтық. Фтор тісіңді қатайтады, деді анасы. Үй жағдайында тісті және қызыл-етті қалай қатайтуға болады, деп сұрады тіс дәрігері. Ол үшін дұрыс тамақтанып, кәмпитті аз жеу қажет. Тәттінің орнына сүт тағамдарын қолданыңыздар. Ал қызыл-етті сүйек мүжу арқылы қатайтуға болады. Сүйек мүжігенде қызыл-етке салмақ түседі. Сол кезде ол қатаяды. Сонымен қатар алма, алмұрт және сәбіз жегенде пародонт тініне салмақ түсіп, жақ сүйегінің дұрыс жетілуіне әсер етеді, деді Мансұр. Біздің аталарымыздың тісі сол үшін ауырмаған шығар, олар сүйекті көп мүжіген ғой, деп жаңалық ашқандай болды. Дәрігер мен анасы Мансұрдың жауабына күліп жіберді. Бүгін Мансұр тістің 4 бөлігін 4 минут тазалаудың, қызыл-етті қатайту үшін сүйек мүжудің пайдасын үйренді.